Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода черный лес деп, яғни қара орман деп аталатын дәмді торттың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, ортасына варенье қосып жасайтын боламыз. Сондай керемет ауызда еріп кететін болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сондай керемет болып шығатын болады. Ең алдымен достар, құрғақ ингредиенттерді біріктіріп алатын боламыз. Какао, разрыхитель және ұнымызды осылай бір ыдысқа салып, араластырып, дайындап қоямыз. Енді құрғақ таза ыдысымызға барлық жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлудің қажеті жоқ. Және де венчигіміз таза болуы шарт. Осылай жақсылап, әппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Жақсылап көтерілгеннен кейін үстіне шекерімізді аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Бәрін бірден салудың қажеті жоқ. Осылай аз мөлшерден сала отырып миксерлейміз. Бізде әппақ пенка болғанша миксерлейміз. Енді үстіне сұйық майымызды және де сүтімізді қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Және де мінеки ұнымызды салып алдық, ақырын миксерлеп, бір қалыпқа енгенше осылай миксерлейміз. Достар, мінеки дәл осындай теста болып қажет. Енді біз бұны осындай кольцоға салып пісіреміз, екі бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз. Яғни екі көрш шығады, ортасынан бөлгенде бізде 4 көрш болатын болады. Енді кремін жасауға кірісеміз. Мен осындай сливкиге сгущенка қостым. Маған сливкидің құры өзі ұнамады, сондықтан сгущенкамен дәмі сондай керемет болып шығатын болады. Мінеки осылай миксерлеп аламыз сливкимізді. Енді жартысын бөліп, осы біздің сгущенкамызды, яғни сап-сары болу қажет, таза сгущенка болу қажет. Соны қосып, жақсылап миксерлейміз. Осындай екі бөлікке бөліп қосып алып, миксерлейміз. Сол кезде біздің креміміздің дәмі сондай керемет болып тұрады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер осылай. Енді мінеки корждарымыз пісіп шықты, сондай жұмсақ, мінеки керемет болып көтерілген. Барлығының екі бөлікке бөліп шығамыз. Яғни бізде 4 көрш болу қажет. Мінеки осындай керемет 4 көрш болып пісті. Ортасында керемет сондай мінеки жұмсақтығы да барлығы бірдей бөлінді. Осылай бәрін бөліп алып, біздің пропитка жасайтын боламыз. Енді бізге сүтімізге мен шекер қосып, осылай пропитка жасадым. Кез келген пропитканы қолдана аласыздар. Және де кремімізді сала отырып, осылай жинайтын боламыз. Ең астыңғы бөлігіне тек қана крем жағып, үстіне қойдым. Екінші бөлігін қойғаннан кейін осылай пропиткамызды жағып, мешочектің ішіне кремімізді құйып аламыз. Насадкамен құйдым мен. Осылай жан-жағына екі бөліктен кейін біздің вареньемізді қосатын боламыз. Кез келген варенье қолданасыздар. Мен осылай сливанканы қолданым. Малинанка, басқа да клубника өте керемет үйлеседі достар. Және де қалғанын ортасын креммен толтырамыз. Келесі ең соңғы бөлігіне ішкі жағына пропитка жағып аламыз. Яғни біз аударып қазір қойған кезде пропитка астында қалуы қажет. Дәл осылай ең соңғы слойды 3 бөліктен кейін варенье жағып, және ортасына креммен толтырамыз. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз өте керемет болып шығады. Мінеки бізде артқаратып қойдық, яғни пропитка астында қалды. Енді сыртын кез келген креммен қолды қаптайсыздар. Мен кремге кішкене ғана осындай розовый түс қосып жібердім, осылай қаптадым. Черный лестің розовый цвет болғаны өте әдемі үйлеседі. Және де керемет болып шығады достар. Арнайы қаптау жасайтын кремді пайдалануға да болады. Творожный сырға кішкене біздің таза сары майымыздан қосып, екеуін миксерлеген кезде осындай сыртына қаптау жасасаңыздар болады. Және де кішкене сахарный пудра қосып жібереміз. Қалған креммен осылай әрледім. Кез келген сәндікті қолдана аласыздар. Үстіне осылардың үстіне шие қойып қойсаңыздар да өте әдемі үйлеседі достар. Және клубниканы бөліп қойсаңыздар да керемет болып шығады. Бұл торты жазда жасасаңыздар өте керемет. Ортасына біздің таза өзіміздің
жазда жиналып алынған жаңағы клубникамызбен шиеден жасаған өте керемет үйлеседі. Неге жан-жағына осылай конфетиктермен сәндеп қойдым. Достар, мінекей біздің черный лес тортымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Осындай кеселмен бірге қазір шай ішетін боламыз. Яғни бізден сусынға осындай кесел қайнаттым. Балапандарға жиі жасап берсеңіздер, кесел өте пайдалы. Кескенге де қараңыздар, бізде уже холодильникке 30 минутқа жіберу керек, ал менде 30 минутқа тұрғанда жоқ. Сонда да өте жұмсақ болып шықты. Ортасын қараңыздар, варенье жағы өте әдемі көрініп тұр. Егер де сіздер осы вареньеға клубниканы, малинаны пайдалансаңыздар, вообще одан да керемет әдемі көрініп тұратын болады. Енді бірге қазір дамын көретін боламыз, достар. Биіктігі де сондай керемет болып шықты. Жасалу жолы өте оңай. Вареньесі барлығы өте керемет болып тұр. Өте жұмсақ. Қазір бірге дамын көретін боламыз. Сондай дәмді болған. Достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз керемет болып шығады. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы. Менен қандай да рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер.